саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің тақырып Астана қаласында өтетін Экспо 2017 көрмесі туралы болмақ. Сіздермен болатын әріптесім Елизат Қонысбай және Айдар Ескелдиева. Астана қаласында Экспо 2017 көрмесі өтеді деп дүрлігіп жатырмыз. Бірақ Экспо деген не? Мақсаты мен мұраты нешік, ауқымы қандай? Оның бізге берері бар ма? Осындай ауқымды іс-шараны өткізу қолымыздан келеді ме? Біз бүгін тыңдармандарымызға бүкіл әлемдік көрме туралы мағлұмат беруді жөн көрдік. Ендеше келесі кезекте Экспо туралы дайындаған бейне материалға берсек. Экспо дегеніміз не? Бұл бүкіл әлемдік көрме. Кезекті Экспо 2017 халықаралық көрмесін өткізетін ел мәртебесі Қазақстанның елордасы Астана қаласына бұйырғандығы 2012 жылдың 22 қарашасында Францияның астанасы Париж қаласында өткен халықаралық көрмелер бюросының Экспо халықаралық бюросы бас ассамблеясының 152 сессиясы барысында белгілі болды. Көрме 2017 жылдың 10 маусымы мен 10 қыркүйек аралығында өтеді. Америка мен Европа елдерінде өткізіліп жүрген дүниежүзілік көрме Экспоға бірнеше айлардан кейін Астана қаласында көрменің ашылу салтанатына куә боламыз. Елімізде өтетін Экспоның тақырыбы болашақ энергиясы болмақ. Көрмеге қатысушы мемлекеттер өздерінің энергия саласындағы техникалық жетістіктермен барша жұртты тәнті етеді. Әсіресе, қазіргі таңда сұранысқа ие балама энергия көздерін алу мақсатындағы құрылғылармен таныстырады. Сарқылмайтын энергия көздеріне жататын күн сәулесі, жел, жерасты сулар арқылы энергия алу болашақта адамзатқа қажетті ресурс түрі. Осыдан көрменің тақырыбы көпшіліктің қызығушылықтарын тудырары анық екені білінеді. Көрмеге әлемнің 100-ге тарта елі және 10-ға жуық халықаралық ұйымдар қатысады деп күтілуде. Келетін қонақтар саны 5 миллионнан астам адам. Шетелдіктердің жағдайын жасау мақсатында 24 қонақ үй, 4 жатақхана, 30 мейманхана бөлмелері дайын тұр. Экспоның маңыздылығы ел болашағына әсер етері сөзсіз. Құрметті ханымдар мен мырзалар, біз жаңа ғана тәуелсіз еліміз үшін аса маңызды тарихи сәттің куәсі болдық. Экспо 2017 дүниежүзілік көрмесін Астанада өткізу туралы шешім қабылданды. Іргелі елдердің шақырыларымен бәсекеге түскен біздің Астанамыз жеңімпаз атанды. Бұл берекесі менен бірлігі жарасқан барша қазақстандықтың ортақ жеңісі деп санаймыз. Бүгін біздің еліміз жаһандық маңызы бар аса ауқымды шараны өз жерінде өткізуге мүмкіндік алып отыр. Әлемнің барлық мемлекеті өздерінің үздік жетістіктерін қазақ жерінде алып кеп көрсететін болады, өздерінің павильондарын орнататын болады. Дүниежүзілік көрмені тамашалау үшін миллиондаған адам Астанаға ағылып келеді, Қазақстанға келеді. Бұл еліміздің мәртебесін арттырып, қаламыздың белгілі биіктей түседі деген сөз. Бәсі биік бәсекеге Астананың дара шығып, оза шауып бәйге алуы бекерден бекер емес. Біздің 20 жылдық істеген барлығымыздың жұмысымыз мемлекеттің өркендеуі. Біз әлемдік деңгейдегі шараны өткізе алатын орталық ретінде қалыптасқанымыз баршаға белгілі болды. Мұны мемлекетіміздің болашағы зор, келешегі кемел екенін айғақтай түсетін елеулі оқиға деп санаймын. Сондықтан мен отандастарымды, барша қазақстандықтарды ортақ тамаша үлкен жеңіспенен шын жүрегімнен құттықтаймын. Ел болашағы жастар қолында. Біздің жастар Экспо туралы не дейді? Экспо дегеніміз ол халықаралық көрме, оған биыл 2017 жылы жаз айында бізде өтілмек алғаш рет Қазақстанда. Оған Қазақстанның пайдасы үшін, еліміздің абыройы үшін жасап жатқан дүние. Кіріс болмай, шығыс болмайды демекші. Жалпы Экспоның өтуіне мен қарсы емеспін, алайда өзім тұрғыдан келген кезде мен Экспоға қатыспаймын. Экспо сәттілік тілеймін. Экспо бұл халықаралық көрме, және бұл көрме аясында Астана қаласына және Қазақстанның бірқатар қалаларына көптеген туристер келеді әр мемлекеттерден. Экспоның арқасында Қазақстанның дәрежесі көтеріледі, және мен өз тарапынан Экспоға барамын. Экспо дегеніміз ол экспонат деген сөзінен шыққан. Яғни ол осы Қазақстанды әлемге танытып, барша жинаған жетістіктерімізді барша әлемге таныту. Алдағы уақытта Экспоға бару менің жоспарымда бар.
Экспо деген осы Астанада 2017 жылы өтілетін халықаралық көрме. Бұл көрмеге көптеген басқа да мемлекеттер келеді. Жалпы экспоның пайдасына келетін болсақ, экспоның Қазақстан Республикасына тигізер пайдасы, оның Астанаға да басқа да көптеген туристердің келіп, Астана, яғни біздің бас қаламызға қызығуы. Ол жердегі осы Францияны басқа мемлекеттер Эйфел мұнарасы арқылы таныса, Қазақстан Республикасының экспо арқылы танитынына мен сенемін. Жалпы егер мүмкіндік болып жатса, мен экспоға барамын. Экспо дегеніміз халықаралық көрме. Әлем көзі тіккен Қазақстанда енді барша жұрт оны тектілігін, оның барша қазаққа деген барша оның көрінісіне көз айым болады. Яғни бұл экспоның Қазақстанға келер пайдасы көп деп білемін. Қазақстанның дамуын, өркендеуін, дамушы мемлекет емес, дамыған мемлекет ретінде танылуына өз септігін тигізеді. Қазіргі таңда оған тек қана үлкен кіші ғана емес, барлығы оған ат салысуда, яғни мектеп оқушысы мен еңкейген қарияға дейін оған өз көмегін көрсетуде. Ендігі таңда экспоға әрине өзімнің қазақстандық ретінде өз үлесімді қосамын, оған қазақстандық жаңа келбетін тануы үшін барамын. Экспо 2017 көрмесі тек қана елордамыз Астана қаласымен шектеліп қана қоймай, еліміздің өзге де жерлерінде өз жалғасын таппақ. Соның бірі 2000 жылдық тарихы бар көне Тараз шаһарындағы экспо дайындығына көз жүгіртсек. Қазіргі таңда қаламыз әлі де қызу дайындық үстінде. Көрмені лайықты атап өту мақсатында арнайы ұйымдастыру комиссиясы құрылып, Қазақстан Республикасы президент әкімшілігімен келісілген іс-шаралар жоспары бекітілді. Келген қонақтарға қаланың жаңадан бой көтерген нысандары, көне Тараз археологиялық паркі, ежелгі Тараз музейі, Қазақ хандығы мемориалды монументі және де қаламыздың өзге де көрікті жерлерін көрсету. Шетелдіктерге қаланы таныстыру мақсаты ежелгі қазақтардың мәдениеті мен тұрмысының ерекшеліктерін және жаңа Қазақстан жетістігі туралы ауқымды ақпарат көрсету болып отыр. Экспо 2017 көрмесі бұл ел болашағы. Экспо 2017 әлем назарын өзіне салатын көрме болары сөзсіз. Назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Сау болыңыздар.